жанның ішінен кететін бір ғана жан жобамен қоштасады. Сәлден кейін де бірнеше рет солай жасаймын, бірнеше адамның есімін атаймын, бірақ араларынан бір ғана жан жобамен қоштасады. Мен түсінемін, барлықтарыңыз бақытты болуға лайықсыздар. Бақыт тауып кетуге лайықсыздар. Дегенмен де жобада емес. Бізге де оңай болған жоқ, құрметті көрермен, бұл шешімге келу. Мен ойлаймын, ешкімнің реніші болмайды. Мүмкіндік берілді. Бірнеше күн, бірнеше ай уақыт берілді. Өз мүмкіндігін барынша пайдаланған жан бар. Бәлкім уақытын сәл бос өткізіп алған жан бар. Не болса да, мен дәл қазір 3 адамның есімін атаймын. Оразғали. Отыра беріңіз, Оразғали. Елдар. Және Адыл. Үш серіміз. Әр қайсыңыздың бойында нағыз ер азаматқа лайық қасиет бар деп білемін. Өзгені де өзіңізді де сыйлатындай, сыйлата алатындай бір-бір үйдің үмітін арқалаған ер азаматсыздар. Бәлкім бұл жолы, бұл жобада өз бақыттарыңызды табу бұйырмаған шығар. Біреуіңізге. Оразғали да, Елдар да, Адылдың да, әр қайсыларыңыздың да біз үшін ойып тұрып алар орындарыңыз бар. Аз уақыт болсын, көп уақыт болсын, үйренісіп қалдық қай-қайсыңызға да. Бауыр басып қалдық. Әзілдеріңізді, бір-бірімізбен түсініскенімізді, бір кез келген қылықтарыңыздың барлығына үйреніп қалдық. Дегенмен қоштасатын сәт туды. Мен қоштасатын жанның есімі пікір айтса да, көп жағдайда орынды болып жатады. Ешқайсының ойына бүгінге дейін күмән келтірген кезіміз жоқ. Әрқайсының да орында сөйлей алатын, өз орнын жақсы білетін ер азамат екеніне менің күмәнім жоқ. Және де Оразғали, Елдар немесе Адыл. Үшеуіңіздің өмірге деген жоспарларыңыз әртүрлі, жастарыңыз да әртүрлі, әркім өзінің өміріндегі әртүрлі кезеңдерді басынан кешіріп жатыр. Бірақ жобадан кейін де өмірлеріңіз әрі қарай жалғасын тауып, өзіңіздің болашақ жарларыңызды тауып кетесіз дегенге мен толықтай сенімдімін. Және де жобамен қоштасатын жанның есімі Адыл. Адыл, келіңіз. Сізге микрофон ұсынайын. Я болса ханым, сездім, білдім. Ешқандай реніш жоқ бұл жерде. Бір есік ашылу үшін бір есік жабылу керек дейді ғой. Өмірде жоспарымыз әрқашанда айқын болсын, жолымыз ашық болсын деймін. Қосақ жобасын тек алғысым шексіз. Адыл, бізде аз уақыт болса да сізбен бір жерде отырғанымызға, сөйлескенімізге, тілдескенімізге, жалпы танысқанымызға өте қуаныштымын. Сіздің сыртта өз бақытыңызды тауып кететініңізге біз сенімдіміз. Рахмет, Қосақ ұжымына. Және қуанышты жаңалықтарыңызбен бөлісіп тұрыңыз. Иә, әрине. Міндетті түрде сіз үшін есігіміз ашық, бірақ қоштасатын сәт туды.